Қайырлы күн. Бүгінгі сабағымызда біз алдаркөсе әнін үйренетін боламыз. Бұл ән бізде біз өмірдің гүліміз сияқты төме, жоғары қағыстардан ойналады. Бізде бірінші қатарымыз 4-те 5-пен басталады. Яғни астыңғы шекте 4, үстіңгі шекте 5. Осы жерде 2 рет тартамыз. Төмен, жоғары. Келесі бізде 5-те 5. Және 7-те 5 жоғары. Және төмен осы 7-те 5-те. Және астыңғы шекте жібереміз, үстіңгі шекте жоғары, төмен. Дәл осыны қайталаймыз бірінші қатарын. Екінші қатарды дәл осылай қайталанады. Келесі үшінші қатары 4-те 5-те төмен жоғары, 5-те 5-те тағы да төмен жоғары. Келесі 7-те 7-ге түсеміз. Яғни 5-те 5-те қалай тұрсақ, солай 7-те 7-ге түсеміз, төмен жоғары. Келесі 9-да 7. Яғни астында 9, 4-ші сызықпен, үстінде 7 бас бармақпен тұра береді. Төмен. Келесі осыны қайталайық. Бұл үшінші қатары. Енді келесі бізде 4-ші қатары 7-те 5-те тұрамыз. Төмен. Және 4-те 5-ке ауысамыз. Жоғары. 5. Төмен. Және 7-те 5. Жоғары. Төмен. Және ашық асты. Үсті тұра береді. Бұл 4-ші қатары болатын. 5-ші, 6-ші қатары осы 3-ші, 4-ші қатарды тағы да қайталайтын боламыз. Қайталайық. 5, 7, 7, 9, 7, 4, 5, 7, 7, 5, 5. 5, 6 қайталаймыз. Келесі бізде 7-ші қатар 4-те 5-тен басталады. Осы жерде 5 қағыс қағамыз, төмен жоғары. 2, 3, 4, 5. Және келесі бізде 7-те 5 жоғары. Және 5-те 5 төмен. Дәл осылай, тағы да 3 рет қайталаймыз. Сонда бізде 4 қатар болады, осындай бірдей. Яғни қайталаймыз. 4 рет қайталап болғаннан кейін, соңғы қатары бізде 0-де 0 төмен, және 2-де 0 жоғары, 0-де 0 қайтадан төмен, және қайтадан 0-де 2 жоғары, және ең соңғы қағыс ол 0-де 0 төмен. Осылай бізде алдаркөсе әні 11 қатардан тұрады екен. Осы әнді қайталаңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.